Ассалаумағалейкум, шахмат сүйіктілері. Сіздерге бүгін жеңіске оңай жетудің 5 түрін көрсетемін. Оның бірінші түрі бізде ақтармен қойылады. Яғни E2-ден E4-ке жүрдік. Корольдің алдындағы пешканы центрге шабуыл жасадық. Ол да сөйтіп жүрсін. Центрге қорғаныс. Біз ферзімізді H5-ке жүрдік. Ферзіні H5-ке жүрдік. Ол ең алғашқы қателігін жасасын. Ферзіні қосын. G6-ға. Біз ферзімен E5-тегі пешканы жедік. Шах болды. Король егер ферзіні қойса, ладьяны жейміз, сосын атты жеп кетеміз. Ал ол атпен жесе, біз ладьяны жейміз, пешканы жейміз. Егер қараңыздар, осы жерде ойынның барысы бізге тегін берілген фигуралар. Пешка, ладья, және ладья. Корольдің оң жақтағы сол жақ қанаты, қаралардың сол жақ қанаты әлсіз болып қалды. Енді рокировка мына жаққа жасаймын дегенше қаншама шығын. Әлі ойындарда әлі оларда да фигуралар ойынға қосылған жоқ. Содан кейін бұл жеңілісті қаралар мойындайды. Келесі екінші оңай жеңіске жетудің екінші түрі. Ақтар корольдің алдын жүрсін, қаралар да корольдің алдын жүрсін. Ферзімізді ойынға қостық. Жаңағы жүрісімізде мына жерден шах беретін болдық. Енді оны қорғасын. Атпен қорғады. Біз слонды ойынға қостық. Біздің ферзімізге атпен шабуыл жасасын. Онда біз ферзімізбен F7-дегі пешканы жеп, шах және мат. Керемет мат. Бұл детский балалар маты деп айтылады. Осындай қателіктерге жол алдыру барысында біз осындай жеңістерге жетеді екенбіз. Енді тағы бір ойынның басында кеткен қателіктің пайдаланып, біз екі фигурамен оңай жеңіске жетеміз. Ол корольдің алдындағы пешканы жүреміз. Қарсылар да корольдің алдындағы пешканы жүрді. Көп ойыншылар осы пешканы бастайды. Корольдің алдындағы жүрісті жүріп бастайды. Біз атпен шабуыл жасаймыз пешкаға. Олар да, қарсылар да дәл осылай менің жүрісімді қайталағысы келеді. Ол да корольдің алдындағы, король жақтағы атын шығарады. Ол да корольдің E4-те тұрған алдындағы пешкаға шабуыл жасайды. Біз бірінші жейміз. Пешканы жедік. Ол пешканы жеді. Вроде қарасақ, екеуі бірдей. Біз не істейміз? Біз атына шабуыл жасаймыз. Бұл ат қайда егер қорғанса, біз пешкамен қуамыз. Немесе бұл қашты дедік. Қайтып орнына қойды. Енді керемет. Ферзі ат тіке тұр. Егер атты ашсақ, шах болады. Атты мұнда қойсақ, ферзін жерге қойдық. Және ферзімен корольге шах бердік. Ферзі алдына қойса да, орнында тұрса да, басқа фигурамен қорғаса да, біз ферзін жейміз. Яғни ойында ферзі жақсы рөл атқарғандықтан, оны жеңіл фигураға ауысатын болса, демек қарсыластар өзінің жеңілгенін мойындайды. Осылай жеңіске жетеді екенбіз. Так, енді келесі жүрісімізде біз қаралармен ең жылдам мат, шахмат тарихындағы ең жылдам мат қойылған мат, және де ол ақтардың қателігінен болады. Соны қаралар пайдаланады. Оны көрейік, қалай? F2-дегі пешканы F3-ке жүрсін. F3-ке жүрді. Корольдің алдындағы пешкісін жүрсін. G2-дегі пешканы G4-ке жүрді. Қаралар ферзі жақтағы алаңдарды ашпай, король жақтағы пешкаларды ойынға қосуының қателігін қаралар пайдаланып, ферзімен
H 4-ке шақ қойды, және бұл мат. Слонмен қорғай алмайды, атпен қорғай алмайды. Алдын қоятын пешкілер алдына кетіп қалған, артқа жүре алмайды пешкілер. Король ешқайда қаша алмайды. Ең жылдам мат 2 жүрісте қойылған мат. Так, енді бізде соңғы 5-ші тәсіліміз. Ол қаралармен қойылған тәсіл. Ақтар ферзімен жүреді. Ферзінің алдындағы пешканы жүрсін. Біз атты жүреміз. Ақтар ойланды. Сосын ойлана, мына ортадағы центрдегі пешкілерді дамытқысы келді дағыны. Ат мұнда қойды. Д2-ге. Бұл қателігін пайдаланып, қаралар пешкісін құрбандыққа шалды. Е5-ке жүріп, корольдің алдындағы пешкісін. Бұны ешқандай фигура қорғап тұрған жоқ. Бұны еркін жеп алған ақтар атқа шабуыл түсірді. Ал ат пешкіні жетім болып, алға қарай шабуылға түсті. Бұл пешкіні беріп, ақтар H3-ке атқа шабуыл жасаған кезінде керемет қаралар жай ғана аттың көмегімен керемет жеңіске жетеді. Ол қалай? Атты E3-ке жүреміз. Ферзі қамауда, ферзі ұсталды. Қандай жүріс болса да ферзіні жеп қоямыз. Құтыламайды ферзі. Ал енді бұл атты жейтін пешка, F2-дегі пешка. Егер F2-дегі пешка атты жейтін болса, ферзімізбен H4-тен керемет осындай мат қояды екенбіз. Бүгінгі сабағымыз қызық болды деген ойдамын. Жалпы осындай оңай жеңіске жетудің жолдарын тағы да келесі сабақтарымызда көрсетемін. Сау болыңыздар.